Футбол бұл өмір, ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. 13 сектор арнасынан бүгінгі көретін жаңалықтарыңыз. Копа Америкада анық фаворит Аргентина болып тұр. Барселона клубы өздерінің демеушісін ауыстырайын деп жатыр, ал Франция ұлттық құрамасы жерге қаратты. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отыруларыңызды сұраймыз. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Копа Америкаға да бір тоқталмасақ болмайды. Достар, Бразилия ұлттық құрамасы кеше Коста-Рикаға ұпай жоғалтты деп айтсақ та болатын шығар. Негізі 3 ұпай алатын жері еді. 1 ұпай ғана алды. Есеп 0-0. Бразилия ұлттық құрамасы бірінші ойында гол да салған жоқ. 3 ұпайды да алған жоқ. Жеңісті де жұлған жоқ. Жалпы Бразилия ұлттық құрамасы кеше сүреңсіз ойын көрсетті деп айта алмаймыз. Шабуылдар болды, бірақ та реализация жасаған жоқ. Өзінің қазір тобында, Д тобында екінші орында тұр. Қазір Бразилия, бірақ жоғалып кеткен ешқандай да дүние жоқ. Алып шығатын шығар, жоқ дегенде екінші орынмен шыға алатынына сенеміз. Енді ол жерде мықты құрам бар. Бастысы Бразилияда Винисиус барын салу керек. Алтын допқа үміткер жігіт себебі. Ал енді Копа Америкада негізгі Бразилиямен бірге фавориттардың бірі Аргентинаның жағдайы тіпті керемет. Аргентина қазіргі таңда 2 ойынды өткізді. Копа Америкада екеуінде жеңді, 6 ұпайы бар. Қазірдің өзінде группадан, топтан А тобында аңыратып тұрып бірінші орынмен шықты деп айта берсек болатын шығар. Негізгі фавориттардың Копа Америкадағы қазіргі жағдайлары осындай, достар. Евро 2024 қызықты ойындары жалғасуда. Достар, бүгін Украина ұлттық құрамасы Бельгияға қарсы ойнайды. Украина ұлттық құрамасына тек қана жеңіс керек. Тең нәтиже оған көмектеспей қалуы мүмкін. Сондықтан да Бельгия ұлттық құрамасы оңай құрама емес. Бельгия өзінің деңгейінің арқасында, тәжірибенің арқасында Украинаны бүгін жеңе алады деп ойлаймыз. Украина ұлттық құрамасында жастар енді тай-тай басып келе жатыр. Барлығы тәжірибені енді жинап жатыр. Топ командада ойнайтын мықты ойыншылар бар. Бір ойынды, бір голды, бір өзі шешіп кететін ойыншылар бар Украина ұлттық құрамасында. Украина ұлттық құрамасы сондықтан да бүгін гол салады деп ойлаймыз. Бұл біздің болжам, достар. Ал енді одан бөлек Португалия ұлттық құрамасы бүгін Грузиямен ойнайтын болады. Грузияда да жақсы ойыншылар бар, бірақ дегенмен де Португалияға ешқандай ұпай да керек емес, ештеңе керек емес. Бүгін қысымсыз ойнайтын болады. Бүгін бәлкім Португалия ұлттық құрамасы екінші құрамды алаңға шығаруы да мүмкін. Сондықтан да Грузия ұлттық құрамасы да бүгін бір гол салады деп ойлаймыз Португалияға. Егер де сіздердің ойларыңыз болатын болса, 13 сектор арнасының демеушісі 1xbet 13 сектор деген промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы өтетін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус алатын боласыздар, достар. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Ол үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Клубтық жағдайларды да айта отырайық. Мәселе Барселонада. Барселонаның қаржылай жағдайында, достар. Барселона қаржылай жағдайда өзі қиындықта жатқан кезде Nike компаниясы одан сайын жығылғанға жұдырық болған тәрізді. Nike'ті қазір Барселона клубы қысып жатқан жайы бар. Nike'тан жақсы ақша өндіріп алмақшы. Ол қолдарынан келетінде тәрізді. Себебі Nike'тың көп қателіктері бар. Формаларын кешіктіріп алып келген қаншама рет. Одан бөлек Nike компаниясы жаңа формасында, Барселонаның келесі маусымға арналған жаңа формасында негізгі демеушісі Spotify деген сөзді қате жазып жіберген екен. Соның кесірінен қазіргі таңда Барселонаның магазиндарында Барселонаның жаңа маусымға арналған формалары сатылып жатқан жоқ. Бұл енді тығырыққа тіреу деп санайды. Барселона осы формаларды сату арқылы ақша табамыз деп ойлаған Nike компаниясы жерге қаратты деп отыр. Және де бұл үшін үлкен ақша өндіріп алатын болды Барселона клубы. Керек десеңіздер, жақын арада дайын болмай, ол форма былтырғы маусымдағы формамен қайтадан осы маусымның басында шығуы мүмкін деген ақпараттар да бар. Бәрі бітті. Nike'пен келісім жақты үзетін тәрізді. Adidas компаниясы келесі маусымнан бастап Барселонаның жаңа демеушісі болуы мүмкін, достар. Осындай ақпараттар бар Барселона жайлы. Франция ұлттық құрамасына тоқталайық. Енді Франция ұлттық құрамасы кеше Польшаны ұта алған жоқ. Польшаға да, Францияға да бір пенальти берілді. Болды. Сол 1-1 деген есеппен
қалды. Енді Франция ұлттық құрамасын біз фаворит деп санадық. Осы Евро турнирді алатын ұлттық құрама деп санадық. Және де Англияда дәл солай. Жалпы Англия мен Францияның ойынын, фавориттарының ойынын көру не үшін соншалықты қызықсыз екенін түсіндіретін болсақ, себебі бапкерлер сондай қорқақ, шабуыл жасауды білмейді, өте сақ ойнағысы келеді. Сондықтан да бұлардың ойыны өте қызықсыз болып жатыр. Енді Францияға тоқталайық. Францияның ойыны масқара, позор деп жатырмыз. Неге? Себебі Франция ойыннан бір гол салған жоқ. 3 ойында бір гол салған жоқ ойыннан. Біреу автогол болды, біреу кеше пенальти болды. Болды, басқа гол салған жоқ Франция ұлттық құрамасы. Біз оны фаворит деп жатырмыз. Евроны, осы турнирді ұтып алатын ұлттық құрама деп жатырмыз. Жалпы сенген үмітті ақтамаған ұлттық құрамалардың бірі шығар. Енді группадан 2-ші орынмен шықты. Австрия 1-ші орынды алып кетті группада. Францияның алдына шығып кетті. Енді алдағы уақытта Франциядан жақсы ойын күтеміз. Басқа айтарымыз да жоқ, амалымыз да жоқ. Бүгінге осы достар 13-ші сектор арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.